Әлімхан Әбеуұлы Ермеков қазақтың қоғам қайраткері, Алаш партиясының негізін қалаушылардың бірі, қазақтың тұңғыш профессор-математигі. Алимхан Ермеков – уроженец Актогайского района Карагандинской области. Был в когорте блестяще образованных и закончивших золотой медалью учебных заведений России. Әлімхан Ермеков 1935 жылы жоғары оқу орындарына арналған жоғары математика курсы атты қазақ тіліндегі оқулығын, сонымен қатар математика терминдерінің сөздігін шығарды. Алимхан Ермеков внес значительный вклад как незаурядный ученый-организатор и яркий педагог. Он работал в различных вузах республики и страны. В Казахском высшем педагогическом институте в Ташкенте, Казахском государственном университете, а затем и в Казахском педагогическом институте, ветеринарно-зоотехническом, горно-металлургическом институтах города Алматы, Куйбышевском плановом институте, Чимкентском технологическом институте, в последние годы в Карагандинском политехническом институте. Әлімхан Ермековтың бүкіл өмірі мен қызметі біз үшін қазіргі кезеңдегі жеке ұстанымызды айқындаудағы көрнекі және лайықты үлгі. Сын Алимхана Магавия, названный так в честь любимого сына Абая Кунанбаева, 1921 года рождения, в 1968 году стал доктором геолого-минералогических наук, а в 1983 году членом-корреспондентом Академии наук Казахской ССР, а затем академиком Национальной академии наук Республики Казахстан. Әлімхан Ермековтың немересі Олег Магавьянович техника ғылымдарының кандидаты, геофизика саласында табысты жұмыс істей бастады. Қарағанды политехникалық институтында сабақ берді. Облыстық экономика басқармасының бастығы болды. Одан кейін білім беру бизнесі саласына ауысты. Ол өзінің ұлы Әділмен бірге бүкіл әлем бойынша тілдік курстар желісін ұйымдастыратын Ұлыбританиядағы Myriad Education білім беру компаниясын басқарады. Лондонда Әлімхан Ермековтың 3 жасар шөбересі Даниял өсіп келеді.